Білезік әйел адамдардың білек буынына тағатын әшекейлі сәнді бұйымы. Ғалымдардың пайымдауынша, білезік сөзінің шығу төркіні білек және жүзік сөздерінен құралады. Білезік қымбат металдардан жасалады. Көлемі, пішіні әшекейі әр алуан болады. Асыл тастардан көз орнатылады. Оны қыз-келіншектер, орта жастағы әйелдер мен үлкендер де салған. Білезік бір қолға, кейде екі қолға да тағылады. Білезіктер жай және топсалы білезік болып бөлінеді. Білезіктің 5 білезік, жұмыр, жалпақ, бұрама, орама, көзді, сағат, қос, қолқа, үзбелі, өрме сияқты түрлері көп. Білезіктің бетіне ирек, мүйіз, құс қанаты, бөрі құлақ сияқты күрделі өрнектер салынады. Баланы бесікке салғанда білезік берген. Кейбір деректерде бұрын баласы болмай жүрген ата-аналар жас баланың аяғына, қолына темірдей мықты болсын деп оң тілек айтып білезік салған. Сал серілердің әрі әшекейі, әрі тұмар ретінде мінген аттарының екі аяғына күміс білезік салатындығы айтылады. Оны шұжық білезік деп атайды.